Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай картоптан жасалынатын шариктердің рецептісімен бөліскім келеді. Өзін қоюға да және кез келген ассортилардың қасына қоюға жарайтындай керемет тағам. Енді ол үшін ең алдымен 5-6 картопты ашып, тазалап, су құйып, әбден піскенше қайнатып аласыздар. Міне картоп менің пісті. Соны басқа бір ыдысқа салып, үстіне тұзымды, біраз қасық ұн және біраз қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап әбден бір келкі массаға айналғанға шейін езетін боламыз. Кәдімгі пюре сияқты, картофельді пюре сияқты қылып әбден біріктіріп, жақсылап тұрып еземіз. Бұл енді сондай бір ерекше тамақ болады. Тауық ассортиларының қасына қоюға болады, ет ассортиларының қасына қоюға болады. Қай ассортилдің қасына да сән беріп тұратын ерекше тамақ болады. Енді осы жерде мен сәл үлкендеу бөлдім, бірақ сіздерге 18-20 грамның арасында бөлуге кеңес беремін. Сонда кішірек, әдемірек болады. 15-18 грамның арасында жақсы болатын сияқты. Міне осылай шариктерін бөліп бәрін. Өлшемей көзбен бөлсеңіздер де болады. Мен бірақ бір келкі болып әдемі шығу үшін өлшесеңіздер, бәрі бірдей, бір келкі әдемі болып шығады. Мен осылай шариктерін бәрімен жасап алдым. Қазір табама майымды қыздырып, сол майға картоптарымды, шариктерімді саламын. Шариктерді жайлап осылай саламыз. Өте көп бірден толтырып салмаңыздар. Және әрқайсысын бөлек-бөлек осылай қозғай отырып, әбден қызарғанша жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Міне осылай барлығын өздеріңіз қалауыңызша қуырып аласыздар. Өте дәмді осындай тағам шығады. Осылай тарелкеге өзін қойсаңыздар да керемет дәмді болады.